кешегі Абай, Мұхтар Шәкәрімдей даналарымыздың елі болғандықтан дәстүрлі өнерге, дәстүрлі әнге деген құрмет қай-қашанда жоғары. Бұл жерде Толғанбай Сембаев, Келденбай Өлмесеков, жаңағы үлкен бабаларымыз Мәдениет Ешекеев сынды, Болат Сыбанов сынды жаңағы ағаларымыз осы жерде жұмыс жасаған. Одан кейін эстрадалық симфониялық оркестр құрдым. Мен өте үлкен өзіме тәжірибе алдым. Ахау Семей. Халық айтқан осы бір тіркестің өзі ән салып тұрған жоқ па? Осы бір сөздің өзі Семей өңірінен сұлу саз болып есіп тұрған жоқ па? Қасиетті қарт Шыңғыстаудан көтерілген хакім сөзі Абай әні бүкіл қазақ даласына бауырлай қонып жатқанын, Саят Қорадан жалғыздың сырындай жан ауырта естілетін Шәкәрім әнінің бой шымырлатуын, Абыралыдан аспанға тік көтеріліп, Дегелең тауынан дүние жүзіне тараған Әміренің әуелеген дауысы ғасырды көктей өтуін сезінудің өзі бір ғаламат. Жәнібек ән салат, Ақселеу тамсанат деген аңыз қалдырған асылдардың ардақты Жәнібек Кәрменов. Сол Жәнібек маңдайға тұтар жалғызға балаған Мәдениет Ешекеев, қазақтың бұлбұлы Бибігүл Төлекенова, Елай ауылса Еркеғали Рахмадиев, тымық дүниені тұнық әндермен тербеткен Тұрсынғазы Рахимовқа дейінгі ұлы өнер, ән дүниесі, саз дүниесі, әншілік дәстүрі Ахау Семей деген бір сөзді алаш аспанында мәңгілікке қалықтатып тұр. Семей қазақтың дерті мен серті, кең құшағы мен күллі дүниеге қарар келбеті, ұлы тұлғалардың қастерлі топырағы, ән мен жырдың ақсандығы, қазақ даласының бір биігі қазыналы өлкесі. Абайдың елі, алаштың төрі, сол қазынаны көздің қарашығындай сақтап келеді. Соның анық белгісі Әміре Қашаубаев атындағы Семей мемлекеттік филармониясының бүгінгі тыныс-тіршілігі. Бұл қазақтың өзі, қазақтың болмысы, сондықтан дәстүрлі әнге деген қазақи өңір болғандықтан, мынау кешегі Абай, Мұхтар Шәкәрімдей даналарымыздың елі болғандықтан, кешегі мәдениеттей саңлақ әншілеріміздің төрі болғандықтан, бұл жерде әнге деген, оның ішінде дәстүрлі өнерге, дәстүрлі әнге деген құрмет қай-қашанда жоғары деңгейде бағалап жатады, көріп жатады. Енді жалпы әр өңірдің өзінің бір ерекшелігі бар ғой, әлгі Потанин айтқандай, бүкіл қазақ даласы маған ән салып тұрғандай демекші. Жалпы әр өңірдің өзінің сөз әдебінен бастап саз әуеніне дейін бөлекше, ерекше болып келеді. Енді бұл өңірдің осы өз саламды айтатын болсам, дәстүрлі ән өнерінде осы жолды қалыптастырып, осы бір мектепті қалыптастырған, кешегі сал серілерден жеткен бүкіл мұраны жалпы исі қазаққа насихаттаушы дәстүрлі әннің алтын діңгегі Жүсекең, Жүсіпбек, Елебеков болатын болса, осы Жүсекеңнен тәлім, тәрбие алған бірнеше шәкірттері осы өңірден, осы өңірдің сахнасының саңлағы болып, осы өңірдің сахнасының сәнін келтіріп, өмірден өткен саңлақ әншілеріміз бар. Сол кісілердің жолымен келе жатқандықтан, әннің қашанда біз үшін бағасы биік болып тұрады. Филармонияның іргетасы сұрапыл соғыстың соңғы жылында қазақ даласында мәдени ұжымдардың жаппай шаңырақ көтеріп жатқан тұсында қаланған. Әу баста Семей облысы концерттік эстрадалық бюросы болып ашылған шағын ұжым жаңа кезең мәдени өмірінің көшіне ат қосып, керегесін кеңейтті. Артыншақ 1969 жылы филармонияға ән атасы Әміренің есімі берілді. Толқын-толқынымен келген таланттар өнер ордасының еңсесін биіктете берді. Сол тұста Мәдениет Ешекеев, Болат Сыбанов, Келденбай Өлмесеков сынды біртуар өнерпаздардың есімі елге танылып, әуелеген әндері әудем жерден қазақ таласына жарқын-жарқын естіліп жатты. Бұл кісілерден де атап айтсақ та болатын шығар, мына қазақта, жалпы исі қазақта әннің Сұржекей атанған кешегі Жүсіпбек Елебековтің алғашқы тұңғыш шәкірттерінің бірі Мәдениет Ешекеев болса, одан кейінгі осы Мәдениет Ешекеевтің жолымен жүріп, ізін басып, қатар сахнаға бірге шыққан
бірегей белгілі әншілер Тұрсынғазы Рахимов, Келденбай Өлмесеков, Болат Сыбановтар актерлықпен ән өнерін, композиторлықты қатар алып, серіліктің жолын жалғаған Болат Сыбановтар болса, Жұмабек Қамбаровтай дүлдүл әншілеріміз осы өңірден өткен. Осы кісілердің барлығының салып кеткен ізі бар, жолы бар, сондықтан әннің қадірі қашанда біз үшін қымбат. Мүлген атым астымда күрең қасқаңа, ойнамаймын құрбыммен айнам сенен басқаңа, ай сәулем ай. Бүргі тұрып ауылың көшіп барадағы, енді бұл біздің осы облысымыздағы енді ең шоқтығы биік ұжым орны деп айтуға болады. Неге? Ең алдымен бұл Әміре бабамыздың жаңағы аяғы табаны тиген киелі Семей, және де сол кісінің аруағының қолдауымен, өзіңіз білесіз, біздің осы Семей қаламызда қаншама дүлдүл, қаншама бұлбұл әншілер дүниеге келді. Осы қазіргі таңда осы отырған сахнада Бибігүл апамыз, Роза апамыз, жаңағы қазіргі таңда өз өнерін көрсетіп жүрген Талғат ағамыз, жаңағы сыбызғышы, Абуғазиндер ағайындылар, дәстүрлі әншілер. Енді айта берсек көп. Сол кісілер өнер көрсеткен жаңағы киелі сахна, киелі орда. Осы жерде жұмыс істегеніме өзімді өте бақытты сезінемін. Осы жерде жұмыс істеп жүріп, мен жаңағы халқым бағалап, мәдениет саласының үздігі, жаңағы көптеген конкурстардың лауреаты болдым, республикалық. Бұл жерде үлкен ұстаздарым Тұрсынғазы Рахимов, Сәби болғым келеді-ау деген, жаңа өздеріңіз білесіздер, әннің авторы ұстаздық етті бізге. Бұл жерде Толғанбай Сембаев, Келденбай Өлмесеков, жаңағы үлкен бабаларымыз Мәдениет Ешекеев сынды, Болат Сыбанов сынды жаңағы ағаларымыз осы жерде жұмыс жасаған. Егер де өнеріміз болмаса, әрине бұл жерде жаңағы бір сәтте де мен ойлаймын ұстамаушы еді, және де өзім де қашып кетуші едім. Егер қасымдағы мысалы қаншама әріптестерім бар, олардан жаңағы бір сөз естіп жатсам, я болмаса ілесе алмай жатсам, бұл жерде енді істеудің өзі де қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал енді бағасын халқым өзі бере жатар деп ойлаймын. Өлкеден шыққан талай марғасқа мен саңлақтың өрнегі қалған өнер ордасы өткен жылы өзінің 75 жылдық мерейтойын атап өтті. Тұлғалар тәлімі жастарға өнеге, таланттар жолы, талаптыға жол бастаушы. Осы жылдар ішінде өнер ұжымы жаңару мен жаңғыруда, ұрпақтар алмасуын бастан өткерді. Өнердің ошағы болса да, жеке отауы болмаған екен. Сол олқылықтың орны биыл толғандай. Ұжымға жаңа ғимарат берілген. Қоныс тойын тойлар сәтті асыға тосып отыр. Филармониямызда екі ақсақалымыз бар, жаңа ғана өздеріңіз сұхбат алған. Ол Бақыт Өдербаева және де Баян Сағынбаева. Мен келгелі не істеліп жатыр дейтін болсаңыз, 75 жыл тарихы бар жаңағы филармониямызда ғимарат болмаған. Аллахтың қалауымен былтырдан бастап ғимарат алдық. Енді биыл соған көшеміз деген жоспарда бар. Одан кейін эстрадалық симфониялық оркестр құрдым. Яғни жаңадан тағы бір үлкен держава деп айтсақ болады, үлкен 35 адамнан құралған үлкен эстрадалық симфониялық оркестріміз бар. Одан кейін акапелла құрдық.
Өнер жолы ауыр жол. Өнерге келетін жастар мұны жақсы сезініп, біліп, түйсініп келеді. Кәсіби шыңдалу, өз қолтаңбаңды қалыптастыру, бағытың мен бағдарыңды айқындау, ер көңілінде таңбаланып қалар ерекше мәнер табу, әрине, қай уақытта да оңай болған емес. Бұл тұрғыда аға буынның жас толқынға айтары да, үйретері де көп. Эстрада басқа бағыттарға қарағанда айырмашылығы техникасы бөлек, мелизм, жаңағы терминмен айтатын болсақ, мелизм. Бізде ашық дауыспен өлең айтамыз, дауысымыз ашық түрде. Мысалы, операда көмкеріп айтса, біз үлкен давлениеда, қысымда жаңағы дауыспен айтамыз. Сонысымен ол қиынырақ. Қаннан болар, менің ата-апам өлең айтты, және де әке-шешем барлығы отбасымызбен өлең айтамыз. Бала кезден әкем мені өлеңге өзі тәрбиеледі, ән айтуға. Содан халық әнінен эстрада әндері бар, жаңағы енді ғана бастап келе жатқан. Мен эстрада өнерін таңдадым. Өзіме жаныма жақын болғаннан кейін. Мен оқуды бітіре салып бірден келдім осы филармонияға. Жұмыс жасағандағыда мен үшін енді ғана қадам басып келе жатқан жаңа маман ретінде мен өте үлкен өзіме тәжірибе алдым. Өйткені біздің алдыңғы аға буын бізге тәрбиесін беріп, үлкен концерттерге жолға шықтық, мысалы, халықпен жұмыс жасау, әртүрлі деген неше түрлі жағдайлар болып қалады. Әртістің енді өмір үшін менде оңай емес. Ол кісілердің батасы бізге ылғида рух береді. Осы балаларымыз, біздің жастарымыз үлкен сахнадан көрінсе екен деп бізге ақылдарын айтып, әрдайым осындай әндер айтыңдар, ескі әндер қалып кетпесін деген, мысалы, ол кісілердің тарапынан көбінесе осындай ақыл кеңестерді естиміз. Шынымен де біздер қазір жаңа бағыт, эстрада дегеннен кейін көбінесе бұрынғы жаққа қарай көз жүгіртпей жатамыз ғой. Қазір, мысалы, өз тарапымнан осы филармонияға келгелі сабақ ретінде ескі қалып кетіп жатқан әндерді қайтан жаңғыртып жатырмыз. Өзіңіз байқасаңыз да, біздің қазақ эстрадамызда да жұлдыздар жаңа аранжировка жасатып, жақсы әндерді қайтан жаңғыртып жатыр, ескі әндерімізді. Үлкен буының асқан асуы мен шыққан биігі өткен уақыттың еншісінде ғана қалып қоймайды. Ол бүгінгінің ұмтылар мақсаты, белгілеген межесі, бағындырар белесі. Алыптар еңсерген биікке көтерілген ұрпақ қана көкжиекті кеңірек көре алады. Сондықтан да жастар әрдайым өзін-өзі жетілдіріп, дамыту үстінде. Қазір мүлдем техникада басқа, әбден жетілген. Біздің кезімізде, мысалы, біз тірі дауыспен ғана айттық. Бізде басқадай дауыс болған жоқ, қазіргідей плюс деген нәрсе болған жоқ. Біз тірідей айттық. Және мен өзім ән айтқанда әннің бірінші сөзіне қараймын, музыкасын тыңдамаймын, әуелі сөзін қараймын, содан кейін барып музыкасын тыңдаймын. Қазіргі сөздердің, әншілердің сөздерінде мағына да жоқ. Мен оның бәрін 56 жыл сахнада жүргеннен кейін айтуым керек шығар. Біз солай қалқоз, сапқоз болды ол кезде, малшылар, егіншілер, шөпшілер деген болады. Соған мысалы бір машина, бір баян тартатын адам, бір мен солай концерт қойып жүрдім мен. Талай тыным таппастан, қысы жазы далада да қалған кездеріміз болды. Соның бәрінде мысалы бір шопан, бір оның әйелі, бір екі баласы соларға да кәдімгідей қазақша киініп, баянменен 14-15 ән айтып беретін. Өткеннен жыр бастайын, кіші жүз әлім қалшынан, бұрынғы өткені бұл сөзді, тыңда халқым жыршығынан, сейіт қызы Айшадай, айдай сұлу жарқыннан. Сол біз солай өстік. Бізді мынандай плюс деген не екенін білген жоқпыз. Енді қазіргі заманда балалардың көбі жаңағы плюспен айтады.
Ал жалпы бізде 2 жыл болды минуспен айтады. Тек қана минуспен жазып жатыр. Бәрі онлайн концертте де минус болып жатыр. Бұлай да бәрінде минуспен айтып жатыр. Енді бұл бір жақсылық енді. Және бізде талант, тамаша әншілер өте көп. Кәдімгідей тамаша әншілер, тамаша дауысы бар, тамаша әншілер көп. Солардың бәрі қазір минуспен айтып рахат болып жатыр. Қазір мынандай індеттен кейін көп шыға алмай қалдық. Әйтпесе біз қысы жазы гастрольдерде жүрдік. Алысқа, барлық жерлерге, барлық колхоз, совхоз дейді ғой енді бұрынғы. Қазір не дейді? Ауыл, Бәленбай атындағы, Төленбай атындағы ауыл дейді. Сол бәріне барып жүрміз, барлығына баратынбыз. Ешқандай отырмайтынбыз біз. Осыған дейін, осы індетке дейін бізде гастроль дегенім керемет көп болды. Барлық жерге бардық. Ең түкпірлерге дейін барып жүрдік. Данабайдың талап қыл артық білмекке, талап еңбек терең ой. Өзің талып шығар ақыл мен еңбек деген әр сөзі ондағы жастардың жаттап өскен сөзі. Сол себепті де олар көз қызығып, көңіл құмартқан әрбір жылтырақ ұмытыла беруді өздеріне жат санайды. Әрбір әнді жанды дауыста орындау ұжымның дәстүріне айналған. Өнерпаздардың айтуынша, өнер жасандылықты көтермейді. Өнердегі шынайылық қана биік талғамды қалыптастырады. Әнді жанды дауыста айту өнерге деген, көрерменге деген құрметтен туған бастама дейді ұжым. 18 мың бұл ғаламнан бақытысы күнде Мәдениет аға әкім, Жәнібек Кәрменов, Болат Сыбанов, небір қилы-қилы Тұрсынғазы, Келденбай сынды жақсы әншілермен бәріміз қызметтес болдық. Біздің өміріміз, біз жақсы, өмірсіз жақсы, ұлағатты концерт беріп, халқымызға қызмет жасадық. Мен қызмет жасағалы бір 25 директор болған шығар. Осы филармонияда. Кейінгі салада бізге 2 жыл болды міне, 2-ші жылға кетіп бара жатыр. Айбек Бекбосынов келді. Сондан баста бәрін енді солай дәуірде солай келген шығар, бірақ сол кісінің бастауыменен бәрі қазір жанды дауыспен айтамыз. Эстрадалық әншілерде симфонический, камерный кім болса да бәрі жанды дауыспен концертті беріп отырмыз. Күнде бүгінгі таңға дейін қаншама концертті онлайн концерт арқылы беріп жатыр. Көп халық көріп отыр оны. Алматы мен Елордадағы үлкен ортада жүрмесе де, өңір мәдениетінің ыстығы мен суығына қатар шыдап жүрген өнерпаздардың еңбегі еленбей қалып жатқан жоқ. Мемлекет тарапынан атаулы марапат, сый-құрметті иелерін көп күттірмей жетіп отырады. Ұжым мүшелерінің де конкурстар мен әртүрлі деңгейдегі байқауларға қатысуына жағдай жасалған. Жүлдемен оралған әрбір сәт шабыт сыйлап, ынталандырып отырады. Музыканттың жан серігі де, сырласы мен мұңдасы да қолындағы аспабы. Правда газетінің 1925 жылғы бір санында Парижде қазақтың әншісі Әміре Қашаубаев, башқұрт қурайшысы Исенбаев, өзбек әншісі Тамара ханым өнер көрсетті. Олардың өнері еуропалықтардың өмірлерінен кем түспейді. Ал қолдарындағы қандай жұпыны құрал десеңші деп жазылған еді. Ал бүгінгі өнерпаздардың қолында ең соңғы үлгімен жасалған музыкалық аспаптармен қатар қайта жаңғыртылған көне аспаптар да бар. Филармонияның бағыты туралы айтатын болсақ, филармония болғаннан кейін оның ішінде әр жанрдағы өнер азаматтары болу керек. Яғни классикамызда даму керек. Тек қана эстрадный әншілер емес, классикамыз, оркестріміз, дәстүрлі әншілеріміз, биіміз, күйіміз, ұлттық аспабымыздың үлкен сахналарға шығуын қадағалау менің басты міндетім. Сол мақсатты мен қазір қолға алып, таза дәстүрдің, қазақтың этно ансамблін жасап жатырмын. Ішінде жетігені бар, марғобызы бар, сыбызғысы бар, жаңағы дауылпазы бар, домбырасы бар. Айта кетсек болады, былтыр осы өткен қыста үлкен аспаптар алдық. Арнайы тапсырыс беріп, бас алдық, домбыра алдық, қобыз алдық, тағы немен алдық, үлкен аспаптар алдық. Биыл тағы да алып жатырмыз сөйтіп. Арнайы тапсырыспен, неге десеңіз, оркестрдің дыбыс жағынан өте әлсіз болды. Сосын жаңағы орындаушылар, консерватория бітіріп келген, академияны бітіріп келген балалардан сұрасам, біздің аспап нашар дейді. Аспапшының аспабы нашар болатын болса, қалай ойнайды?
Өнер қасиет, өнер кие. Халқымыздың өнер қонған деген сөзінен өнердің бақ құсы секілді қонатынын аңғарамыз. Кейде ол тек қуалап, атадан балаға беріліп отырады. Филармония құрамында қазақ даласында Дударай деген дауысы қалған Мәриям Жагорқызының ұрпағы, қазақтың Зыкинасы атанған Мапруза Өтеуленова да еңбек етеді. Мен туған нағашы әжем сол кісінің сіңлісі болады. Мен әжем Татьяна Рекина, ол кісі Мария Рекина. Семей қаласы рухани, мәдениет рухани қала ғой. Духовный центр культуры дейді. Негіз осы Қазақстанда. Сондай официальный статус болмаса да, бірақ солай. Бүкіл әлемді араладым деп айта алмаймын, бірақ Европа жағына бардым, Азия жағына көп араладым. Семей десек біледі, елдер біледі. Диаспоралар көп қой, қазақ. Өнермен біледі. Өйткені, мысалы, Роза десеңіз, Бибігүл десеңіз, Мәдениет Ешекеев, Тұрсынғазы Рахимов, Сабиболым келеді, қай жақта білмейді ол енді. Бір сахнада сондай кісілермен жұмыс істеген қастарында болғаныма, бір ауамен, бір ауаны жұтқаныма, бірге гастрольге шыққанымызға өте мен бақытты деп санаймын, өзімді ризашылығын білдірем Алла тағалаға. Филармония шығармашылық сапарларға шығып тұрады. Ел ішінде ғана емес, шетелдің таңты сахналарында да өнер көрсетіп жүр. Әрбір гастрольдік сапар үлкен жауапкершілік жүктейді. Ұлт мәдениеті мен тарихи мұрамызды насихаттау. Әлемдік мәдени кеңістікте өз орнымызды айшықтап, құндылықтарымызды таныту мақсатында өнер ұжымы Франция, Германия, Испания, Италия, Венгрия сынды Еуропа елдерінде көршілес мемлекеттердің сахнасында табысты өнер көрсетіп келеді. Қазір енді заман басқа, қазір қоғам басқа болғандықтан сол деңгейде көрсетіп жүрмін деп айту артық болатын шығар. Себебі ол кісілердің заманында мысалы мына концерттің өтетін шараның барлығының бағыты басқа болды. Бүгінгі таңда да енді жекелей ол кісілердің бағытымен лекция, концерттер беріліп жатады, ұйымдастырып жатамыз, әртүрлі шаралар жасап жатамыз. Десек те ол кісілердің деңгейіне жету үшін ол кісілердің заманында туып, ол кісілермен қатар жүру керек шығар деп ойлаймын. Себебі мына Келденбай Өлмесековтің өзін алып қарайтын болсақ, бүкіл Шәкәрім Құдайбердіұлының мұрасын, бүткіл сол кісінің әндерін жарыққа шығарып, иісі қазаққа, қазақ даласын осы Шәкәрім мұраларын насихаттаумен ғана айналысты. Бір ғана жолмен, бір ғана бағытпен жүріп, әйтпесе Жүсекеңнің алдын көрген, тәлімін алған дәстүрлі әнші кісі. Тек осы Шәкәрімнің мұрасын насихаттаумен ғана айналысты, өмірінің соңына дейін. Тұрсынғазы Рахимов қазақтың біртуар перзенті, әнші, актер, композитор. Ол кісіге мына кезінде Жүсекеңдер айтқан екен, осы сен түбінде ән жазасың, өз шығармашылығымен айналысасың деп. Ол кісі де сол кешегі сал серілердің қалыбын бұзбай, дәл сол сары серілердің үлгісінде кешегі ақан Біржандардың салған шығармаларындай өз шығармашылығын жалғап, өзі ән жазып, сол әндерімен қазақ даласын шарлап, бүкіл елге өнерін насихаттап, осы шығыс өңірінің сахнасының сәні болған азаматтар.
Әміренің әніне тәнті болған француз жазушысы Ромен Ролан «Мен шығыста әншінің неге бұлбұл құсқа теңейтінін енді түсіндім» деп ағынан жарылған екен. Әміренің есімін алған өнер ұжымы сол үздік ән дәстүрлеріне берік. Сонымен қатар жаңашылдыққа да қырын қарамайды. Себебі өнер жаңарып отыруды, түлеуді, үздіксіз іздеуді талап етеді. Филармония басшысы Айбек Бекбосын өнерпаздардың бір бағытқа ғана байланып қалмай, бірнеше ізденістердің сұрабын салуын мақсат тұтады. Біздің Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармонияның ұжымымен, яғни әріптестеріммен, менің бастамаммен Абай атындағы театрда Роза Қуанышқызын шақырып, жаңағы Гүлмира Саринаны шақырып, үлкен екі оркестрді қосып, хорды қосып, сахнаға 100 адам шығарып, солистермен 120 адам шығарып, үлкен бір қорытынды концертін жасадық. Оны сіздердің арналарыңыздан да берді жаңалықтан. Абай елінде, Абай жерінде, Семей қаласында Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясы Абай жылын қорытындылап жатыр деген сияқты. Елдің бәрі былай қарасаң жаңа жылды тойлап жатыр. Мен айтамын, қайдағы жаңа жыл? Абайдың жылын қорытындыламаймыз ба? Осындай бір дүниелер жасады. Хор аштық, әншілердің бәрін басын қосып хор аштық. Абай айтпақтай бас-басына би болмасын. Кез келген әнші жеке-жеке дауысты ән айта береді ғой, бірақ хорда айту деген ол дауысқа бөлінеді. Қыздардың дауысы екіге бөлінеді, сопрано, альт. Ұлдардың дауысы екіге, үшке бөлінеді, бас, баритон, тенор. Хорда тұрғаннан кейін, бір-бірін тыңдағаннан кейін, ансамбльді білгеннен кейін олардың шеберлігі аса түседі. Шеберлік аса түседі. Неге десеңіз, олар эстрадамен ғана болмаса біреу дәстүрлі әнді ғана айтып жүрген балалар болғандықтан, хордың не екенін ұқсын, ансамбльдің не екенін ұқсын, гармонияның, музыканың жалпы не екенін ұқсын, акапелла құрдық, акапелланың да не екенін ұқсын. Ешқандай ритм жоқ, ешқандай музыка жоқ, акапелла өстіп тұрады да 8 адамнан құралған акапелла жасағанбыз. Қазір өздері маған рахметтен басқа айтар жоқ. Неге десеңіз, акапелланың не екенін, хордың не екенін, эстрадный симфониялық оркестрдің не екенін енді түсініп жатырмыз дейді. Ол деген біздің өнерпаз ретіндегі міндетіміз шығар. Келіп жай мәнсап қылып отырып емес, жалпы жұмыс істегенге, жалпы қазақта айтады ғой, еңбек бәрін жеңбек деп, ертең ауыз толтырып айтатындай да дүние жоқ шығар, бірақ арық айтып семіз шығайық. Осындай бір дүние жасалып жатыр. Абайдың ойы, Мұхтардың сөзі, Әміренің әні, Жәнібектің дауысы қалған қастерлі өлке саф өнердің сары сандығын, сыр сандығын сақтап келеді. Сыр сандықты ашқан сайын сарайымыз кеңіп, санамыз серпілгенде әсерде қаламыз. Әміре Қашаубаев атындағы Семей мемлекеттік филармониясы жолы мен жөні бөлек, бағыты мен бағдары айқын, табысы мен жетістігі мол өнер ордасы. Бір сахнаның аясында уақыт алмасып, ұрпақ жалғасып, өнер өркендеп жатыр. Осылай туған елдің мәдениеті әр өңірдегі өнер ошақтарында жетіліп, дамып, өркендей бермек. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті әріптестер, осымен Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының концерттік бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті.